Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бүгін Biancurriculum және Connected. Сонымен қатар сіздердің цифрлық сауаттылық бойынша нұсқаушыларыңыз мен Жемісбек Ділназ. Біздің бүгінгі сабағымыз бұлтты технологияларға арналған. Ең алдымен бұлтты технологиялар деген не? Интернет желісінде сақтап қоюға және ғаламтордың басқа пайдаланушыларымен бөлісуге мүмкіндік беретін бұлттық ақпараттар қоры. Яғни біз бұлттық ақпарат сақтаушылар сервистеріне Google дискті, Dropbox'ты және Яндекс дискті жатқыза аламыз. Бұл сервистер біздің аймағымызда ең танымал болып келеді. Жекешелеп біз бүгін Google дискпен танысамыз. Яғни біздің міндетіміз Google аккаунтпен Google дискқа кіру, кейін файлды Google дискке жүктеп көру және Google дисктің функционалдарын қарастыру. Google дисктің функционалдары ретінде біз осыларды қарастырамыз. Яғни бума жасау, файлдарды жүктеу, буманы жүктеу және де менің дискім секілді санаттарды және де тағы да басқа санаттарды қарастырамыз. Ең алдымен біз браузерді ашайық. Браузер ретінде мен Google Chrome'ды қолданамын. Іздестіруші жолаққа мен бірден Google диск деп жазамын. Орысша жаза берсеңіздер де болады. Google диск-облачное хранилище деп тұрған бірінші парақшаға басамын. Кейін бізде Google дисктің басты беті ашылады. Мұнда открыть диск, яғни диск ашу деген батырмаға басамыз. Бізде Google дисктің жаңа парақшасы ашылады, және Google диск сервисі де ашылады. Мұнда сіздер Google дискке Google аккаунтпен кіру керексіздер, яғни өткенде ашылған Gmail. Немесе егер сіздерде дәл қазір браузерлеріңізде кіріп тұрса, ол автоматты түрде аша береді. Біз қазір файлды жүктеуді үйренеміз. Файлды жүктеу үшін сіздер тінтуірді Google дисктің кез келген жеріне апарып, тінтуірдің оң жақ батырмасын басып, мұнда загрузка файлов, яғни файлды жүктеу деген батырмаға басамыз. Кейін біз керек файлды таңдаймыз. Мысалы айтайық, бір жай ғана документ. Ол файл мұнда жүктеле бастайды. Жүктелген соң осындай хабарлама келеді, яғни жүктелу бітті деген. Міне біздің файлымыз. Енді біз бума жасауды қарастырамыз. Жаңағыдай тінтуірдің оң жақ батырмасын басып, создать папку, яғни бума жасау деген батырмаға басамыз. Кейін мұнда бумаға бір атау таңдаймыз. Ол әрине өздеріңіздің еркілеріңізде. Мысалы айтайық, суреттер. Создать, яғни жасау деген батырмаға басамыз. Кейін бізде міне суреттер деген бума ашылды. Бұл бумаға файлдарды тасымалдай аламыз, яғни мына жаңа жүктелген файлды тінтуірмен ұстап тұрып бумаға бағыттасақ, бұл файл сол буманың ішіне сақталады. Енді өздеріңіз жасап көріңіздер. Енді біз Google дисктің санаттарын қарастырайық. Мой диск деген ол менің дискім. Оның ішіне барлық сіздердің файлдарыңыз болады. Және де мұнда бумаларыңыз болады. Доступный мне менімен басқа пайдаланушылар бөліскен файлдар болады. Недавний, яғни сіз ең соңғы қарастырған файлдарыңыз болады. Помеченный сіз белгілеп қойған файлдарыңыз болады. Ал корзинада сіз жойып жүрген файлдарыңыз болады. Файлды қалай жоямыз деген сұрақ туындайды. Біріншіден біз сол бір файлға кіреміз. Файлды таңдаймыз. Тінтуірдің оң жақ батырмасын басамыз. Удалить, яғни жою батырмасын басамыз. Сөйтіп біз файлды жойып жібереміз. Енді файлды басқа пайдаланушылармен қалай бөлісуге болады. Ол үшін файлды таңдаймыз. Қайтадан тінтуірдің оң жақ батырмасын басамыз. Открыть доступ, яғни бөлісу дегенге басамыз. Мұнда керек адамның Gmail'ын жазамыз. Яғни логинін. Кейін ол адам өңдей ала ма, комментатор бола ма, жай ғана оқиды ма, соны таңдаймыз. Яғни отправить, яғни жіберу дегенді басамыз. Сіз мұнда өздеріңіздің хабарламаларыңызды немесе хаттарыңызды қалдырсаңыздар да болады. Немесе егер сіздерге бірнеше адамға жіберу керек болса, сіз ол бір чатқа, мысалы топта сіздер копировать ссылку, яғни осы файлға арналған сілтемені көшіріп, сол
сілтемені жіберсеңіздер де болады. Енді өздеріңіз жасап көріңіздер. Google диск бізге не үшін керек? Егер сіздердің қолдарыңызда диск болмаса, немесе флешка болмаса, сіздер өз құжаттарыңызды, файлдарыңызды осы Google дискке сақтап қоюларыңызға болады. Кейін үйлеріңізден ашып, ол файлдарды компьютерлеріңізге жүктесеңіздер де болады. Осымен біздің сабағымыз тамам. Сіздерге сабағымыз ұнады деген ойдамын. Сұрақтарыңыз болса, комментарийде тастап кетіңіздер, мен міндетті түрде ол сұрақтарға жауап беремін. Достарымызбен бөлісіп, лайк басуды ұмытпаймыз.